Қайырлы күн, алдарыңызда мен қолданатын 5 топ приложение, соның ішінде ең біріншісі студия. Осы студияға қалай біз қазақша шрифттарды орнатамыз. Яғни сіздерге мен YouTube-қа подписка жасағандарыңыз үшін беремін, соны орнатамыз. Плюсик деген батырманы басып, осылай PNG форматында текст жазуға көшеміз. Fonts дегенге кіріп, любой текст жазсаңыздар болады, немесе сразу осы библиотекасына көшсеңіздер болады. Мына жерде download деп тұрған бүкіл шрифттарды сіздерге беремін. И Library-да ол өзінің библиотекасы, free дегендерін көшіріп алсаңыздар болады, бірақ олар ағылшынша және орысшаны ғана таниды. И custom деген жерінде сіздерге про версиясын сатып алу керек болады. Қарасаңыздар, 1 жылға және 1 айға деген бар, иә. Сол 1 жылдық деген үстін басып, подписаться деген басқаннан кейін, осылай карточкаңызды тіркейсіздер, потом подписаться батырмасын басасыздар. И add fonts дегенді басқаннан кейін сіздер мен берген шрифттарды телефондарыңыздағы загрузки бөлімінен көшіріп алып келесіздер. Келесі приложение ол Pixellab. Pixellab'ты ашқаннан кейін окей батырмасын басасыздар. Осылай мына жерде new text деп тұрады. Соның үстін қайта 2 рет басқаннан кейін оң жаққа қарай жылжытып, мінекей мына жақта fonts деген бар, A, B деген. Сол fonts-тың үстін басқаннан кейін біріншісі fonts, и потом my fonts деп тұр. My fonts деген менің шрифттарым. И мына жақтағы папканы файлды тұрған басасыздар. И мына жерде сіздерде қай жерде сақталады, download деген жерде сақталады. Қазақша әріптер, қазақ фонт, осы 2 папканы беремін. Соның үстін басып, папкаларды ашып кіресіздер. И мына жақта шрифттар тұрады көп. Солардың каждайын үстін басып, немесе бәрін выделять етіп, add directory астындағы кнопканы басасыздар. Сол кезде барлығы осылай сіздерге көшіріледі. Қарап тұрсаңыздар, өте көп шрифттар қазақша, соның барлығы сіздерге көшірілетін болады. И жазған текстіңіздің үстін басып тұрсам, iPhones-ға кіріп, уже каждый шрифттің үстін басып, жоғары жағында өзгеріп отырады, қалай жазылатынын. Соған қарап отырып таңдап алсаңыздар болады. Келесі PicsArt. PicsArt тоже өте ауқымды приложение, оғанда про версиясын сатып аласыздар. Келесі видео приложение мен үшін топ номер 1, ол CapCut. CapCut приложениесі тоже тегін, оны көшіріп алғаннан кейін осылай бір видеоны ала салайын. И A+ деген басасыздар фонтты. И любой бір сөз жазып алайын. Мен қазір қазақша деп жазғаннан кейін, мына жақта шрифт бар, стиль бар, эффекті бар, соның бәрін таңдап алсаңыздар болады. И шрифттың жанында импортированный шрифты деген бар. Импортировать шрифты деген. И мен мына жақта екеуісін ғана қондырғанмын. Жанында плюсик деген батырма бар. Сол жақтарыңызда тұрған, соның үстін басқаннан кейін загрузить файл деп тұрады. Загрузить файлдың үстін басып, сіздер жаңағы загрузка жасаған шрифттарыңызды әкеліп, барлығын выделять етіп, әкеп қойсаңыздар болады. Енді келесі кезекте сіздерге берілген папканы сіздер қалай сақтап аласыздар. Яғни осындай 2 папка беріледі, қазақ фонт zip деген болып тұрады. И үстін басқаннан кейін извлечь деген басасыздар. Сол кезде біздегі бірінші папка сияқты элементтардың барлығы сіздерге ашылатын болады. Осылай сіздерде загрузки бөлімінде тұрады. Соның үстін басып, iPhone-дарда выделять етсеңіздер, осылай потом астында поделиться деген батырма болады. И сол жерден CapCut деген тұрмын менде. Арасынан студия приложение табасыздар, немесе дополнительный приложение деген кірсеңіздер, мына жерде студия деген тұрады. Соған үстін басып, автоматически жібере бересіздер. Ояққа про версиясын сатып алудың қажеті жоқ. Яғни сатып алғаннан кейін де жаңағы сіздер бір аптаның ішінде подписка жасап үлгерулеріңіз керек. Әйтпесе сіздерден жаңағы 8200 теңгесін шешіп алады карточкаңыздан.